Қайырлы күн, әріптестер. Бүгінгі семинардың тақырыбы мектепке дейінгі ұйымда құрастыру әдістемесі. Яғни шығармашылық дағдыларды дамытудың тағы да бір бөлігі бұл құрастыру ұйымдастырған іс-әрекеті. Жалпы құрастырудың заманауи маңызы қандай? Инженерлік ойлаудың бастауы баланың кеңістікті бағдарлауы мен логикалық анализін дамытады. Екінші интеграция. Құрастыру математика, бейнелеу өнері және тіл дамыту пәндерінің тоғысқан жері. Бұл жерде soft skills бұл жеңіл дағды деп аталады. Жұптық және ұжымдық жұмыс кезінде коммуникация, бірлесіп шешім қабылдау. Яғни командада жұмыс жасау. Құрастыру түрлерінің классификациясы қандай? Бірінші, техникалық құрастыру. Бұған құрылыс материалдарынан жаңағы текшелер, конструкторлар жатады. Конструкторларға лего, платформис сияқты ірі модульдерден тұратын конструкторлар жатады. Осы конструкторлар арқылы құрастырады. Келесі, көркемдік құрастыру. Көркемдік құрастыруға табиғи материалдардан жасауға болады, яғни жаңғақ, бұтақ, жапырақ, қағаздан оригами, қалдық материалдардан жасау. Бұл көркемдік құрастыру болып саналады. Келесі, компьютерлік құрастыру. Бұған қандай құрастыру түрлері жатады? Яғни виртуалды модельдеу, балаларға арналған қарапайым бағдарламалар арқылы. Бұл енді компьютер арқылы әртүрлі модельдерді құрастырып алып, содан кейін барып құрастыруды жасайды. Келесі, құрастыруды оқытудың инновациялық әдістері қандай? Бұл әдістер үлгі бойынша құрастыру. Бірінші, бұл күнделікті дәстүрлі әдісі. Бұл жерде балалар дайын схемаға қарап, дайын жаңағы құрастырады, сосын дайын рекуррентті жасалған өздерінің ішіндерін алады. Одан кейін шарт бойынша құрастыру. Тәрбиешіні объективті емес, тек шартты айтады бұл жерде. Мысалы, көпір машина өтетіндей биік болу керек. Жасап жатқан балалардың жұмыстарына бағыт береді. Көпірді қалай жасаймыз, немесе машина қандай болу сияқты шарт бойынша құрастырады. Одан кейін ой ниет бойынша. Бұл енді шығармашылық бағытта. Бұл жерде бала өзі жоспарлайды, өзі жүзеге асырады. Яғни бұл құрастыру арқылы баланың шығармашылық дағдысы дамиды. Одан кейін дизайн ойлау. Бұл жерде мәселені шешуге бағытталған құрастыру болады. Мысалы, қонжықтар өзеннен қалай өтеді, көпір жасайық. Яғни қонжықтарға көпір жасап беру. Бұл жерде бір жаңағы дизайнды алдын ала ойластырады, құрастырады, алдарына бір қандай да мәселені қояды. Сол мәселені шешу үшін олар өздері дизайнды құрастырады. Көпір қандай болу керек, қонжықтар мысалы өзеннің қай жағында тұр, қалай өтеді деген сияқты әртүрлі өздері шешулер алдарына мақсат қойып, сол шешуді қабылдайды өздері. Келесі, жаңа технологиялар. Лего және тего құрастыруда қолданатын жаңа технологиялар. Лего педагогика бұл математикалық ұғымдарды, яғни санау, түс, пішін, ойын арқылы меңгеру. Ал тего бұл конструктор. Жазық фигуралардан көлемді денелерді құрастыру арқылы геометриялық елестетулерді дамытады. Яғни геометриялық пішіндермен жұмыс жасайды бала. Келесі, роботехника элементтері. Сіздер білесіздер, мектепке дейінгі ересек топтарда робототехниканы қолдануға болады, яғни бағдарламаға. Сіздер қазіргі заманауи өздеріңіздің жұмыстарыңызда кездестіріп жүргендей мышка робот бар, жаңағы ара роботы бар, осындай әртүрлі робот ойыншықтар бар. Осы ойыншықтарды қолданып
робототехника элементтерін жасауға болады. Одан кейін осы құрастыру жұмысын жүргізген кезде топта қандай ортаны ұйымдастырамыз, қандай құралдар болу керек құрастырудың, оған қандай талаптар қойылады. Яғни біріншіден осы құрастыратын материалдар балаларға қолжетімді болу керек. Ол ашық сөрелерде тұру керек, баланың бойы жететін, қолы жететін, яғни қолжетімділікте осыны айтамыз, бала өзі алып еркін оны қолдану керек. Одан кейін екінші әртүрлілік, яғни құрастыратын конструкторлар тек қана ағаш, пластиктан жасалған болмау керек, жұмсақ модельдерден де құрастыруға болады. Яғни әртүрлі конструкторлар болу керек. Одан кейін схема банктері. Бұл жерде балалар құрастыруды жасау үшін оларда әртүрлі жаңа карточкалар болады, әртүрлі альбомдар болады. Альбомдарда машина болсын, жаңағыдай, ол жан-жануар ма, ол өсімдік па, соның карточкасы болады. Соған қарап бала құрастырады. Немесе слайдтар әртүрлі. Сол слайдтарға қарап, немесе әртүрлі сызбалар жинағы, осыған қарап балалар конструктордан әртүрлі заттарды, жануарларды, пішіндерді құрастырады. Бұл яғни схемалар банкі деп айтамыз бұны. Бұл жерде карточкалардың жинағы болу керек, әртүрлі альбомдар болу керек, сызбалармен етілген, және слайдтардан алынған суреттерге қандай да бір заттың, жануардың, гүлдің, ол машина, жаңа айтып жатырмын, осындай заттардың суреттері болу керек. Келесі, құрастыруды жас ерекшелігіне сәйкес қалай қолданамыз. Кіші топта 2 жастағы балалар қарапайым құрастыруларды жасайды. Олар мұнара, жол, сондай құрастырулар жасайды. Олар және ірі бөлшектермен жұмыс жасайды. Өйткені оларға кішкентай жаңағы ұсақ құрастыруларды бере алмаймыз. Олар өйткені кішкентай, аузына салуы мүмкін, жаңағыдай жұтып қоюы мүмкін, мұрнына салуы мүмкін. Айтамыз ғой, жаңағы техникалық қауіпсіздікті. Соған байланысты балаларға жаңа қарапайым құрастырулар ұйымдастырамыз, және ірі бөлшектермен жұмыс жасайды, жаңағы ірі конструкторлармен. Және балалар үлгі бойынша орындайды. Кішкентай топтың баласына міндетті түрде үлгі береміз, көрсетеміз, сол үлгіге қарап бала жасайды. Бұл жердегі негізгі мақсат баланың қол моторикасын дамыту. Ал ортаңғы топта 3 жастағы балаларға олар қарапайым құрылыстар, яғни үй, көпір, осындай заттарды сала алады, нысандарды. Мысалы, олар бөлшектерді сәйкестендіру, бір-біріне кигізу, жаңа құрастыруда әртүрлі конструкторлар болады деді ғой, бір-біріне кигізілетін конструкторлар болады, жаңа пластикалық. Соларды бір-біріне сәйкестендіріп, түстерін сәйкестендіріп, түстеріне пішіндерді қолданады. Бір жерде жаңағы ұзын 4 бұрышты қолданса, бір жерде 3 бұрышты геометриялық фигураларды қолданады. Бір жерде шаршыны қолдану мүмкін, бір жерде дөңгелекті қолдану мүмкін. Сондықтан да бұл ортаңғы жас тобында балалар қарапайым құрылыстарды салады, және бөлшектерді бір-біріне кигізіп сәйкестендіріп жасайды, сосын түстер мен пішіндерді үйренеді екен. Бұл жерде ортаңғы топта негізгі мақсат құрастырудың логикалық ойлауды дамыту. Енді ересек 4 жастағы балаларға келеді. 4 жастағы балалар енді күрделілік жаңа құрылымдарды жасай алады. Бұл жерде енді сюжетті құрастыру болады. Сюжетті құрастыруға жаңа қала, фермалар алуға болады. Фермада білесіздер, бірнеше олардың жаңағы қоршаулары болады, ішінде жануарлар болады, үй жануарлары ма, жаңағыдай құстар ма, құстардың фермасы ма, үй жануарлардың фермасы ма деген сияқты. Қала болса да, ол жаңағы көшелер салынады, жаңа бағдаршам, ағаштар, үйлер салынады. Сондықтан да ол сюжетті құрастыру болады. Сосын ересек топтың балалары өз бетінше өздері жоспарлай алады. Яғни жасай жатқан жұмыстарын жоспарлайды. Бірінші мысалы жолды салам, екінші оның қасына үйді салам, немесе бағдаршамды қоям деген сияқты өздері жоспар құрып құрастыруды жасайды.
ересек топтағы негізгі мақсат құрастырудың балалардың шығармашылығы мен дербестігін дамыту, яғни шығармашылық ойлау қабілеттерін және дербестік өз бетінше өздері әрекет алу дағдысын дамытады екен. Ал мектепалды 5 жастағы балаларды, мектепалды тобындағы 5 жастағы балалар, олар өте күрделі жобалар жасай алады. Және олар ұсақ бөлшектермен жұмыс жасай алады. Кіші топтағы балалар үлкен ірі бөлшектермен жұмыс жасайтын болса, олардың жаңағы саусақ бұлшықеттері дамымаған, сондықтан олар үлкен жаңағы бөлшектермен жұмыс жасайды. Ал кішке мектепалды жастағы топтар, 5 жастағы балалардың саусақ бұлшықеттері дамыған, сондықтан олар ұсақ бөлшектермен жұмыс жасай алады. Ұсақ өте конструкторларды құрастыра алады. Және олар берілген нұсқаулық бойынша құрастыра алады. Мысалы, қандай да бір кітапша берсе, кітапшаның ішінде жаңағыдай күрделі жобалар деп айтып тұрмыз ғой. Бұл жерде күрделі жобаларға бірнеше үлкен қалашықты жасауға болады. Қаланың ішінде жаңағы көпір бар, балаларды ойнайтын ойын алаңы бар, үйлер бар, ағаштар бар. Мүмкін ол жерде фонтан болуы мүмкін, отыратын скамейкалар болуы мүмкін. Осының бәрін құрастыру үшін балаға оны жаңағыдай суретін береміз, бала нұсқаулық бойынша құрастырады. Одан кейін бұл жерде мектепалды 5 жастағы балаларды құрастырудың негізгі мақсаты балаларды жүйелі ойлауға және дәлдік дағдыларын дамытады екен. Осыған тәрбиелейміз. Балалар ойлай алады, жүйелі ойлау керек, яғни жасап жатқан күрделі жобасын неден бастайды, жаңағы жүйелі түрде, одан кейін тағы да ары қарай қандай іс-әрекетті қолданады, тағы да нені жасайды деген сияқты. Балалар айтады, біріншіден үйді салам, сосын жолды салам, одан кейін ағашты салам деген сияқты. Бұл жерде де балалар жүйелі ойлау арқылы өздерінің күрделі жобаларын жасайды. Және сол жасаған нұсқаулық бойынша құрастырады, ол берілген сурет бар, соған қарап құрастырғанда, оны дәл сол нұсқаулықтағыдай дәл нақты соған ұқсайтын қылып құрастыру керек, құрастыра алады. Енді осы құрастыру ұйымдастырған іс-әрекетін жүргізуге тәрбиешілерге қандай талаптар қойылады? Тәрбиешінің іс-әрекетінде қойылатын талаптар. Ең бірінші, тәрбиеші ынталандырушы рөлін атқарады. Ол дайын шешімді бермейді, балаларға сұрақ қою арқылы баланы бағыттайды. Мынау құлап қалмас үшін не істеуге болады деген сияқты. Мысалы, көпірді жасап жатқан кезде, көпіріміз мықты болу үшін, құлап қалмау үшін не істеуіміз керек деген сұрақ қоятын болса, балалар өздері әртүрлі өздерінің ойларын, пікірлерін айтады. Мүмкін оның астында тұратын жаңағы қатты темірден құрастыру керек. Немесе оны жаңағыдай біреу айтады, ағаштан құрастыру керек деп, ол әлсіз болуы мүмкін. Темірден құрастырса, астындағы тұратын, тіреп тұратын жаңағы столбысын деп айтамыз. Соны ол жаңағы мықты болу керек, көпір құлап қалмау үшін деген сияқты. Балалар өздерінің ойларын айтып дәлелдеу керек қойылған сұрақта. Одан кейін тәрбиеші қателікпен жұмыс жасайды. Балалар жұмыстарын жасап болғаннан кейін енді балалар қарайық өзіміздің жасаған жұмысымызды зерттеп көрейік. Біз не нәрсені дұрыс жасадық, не нәрсені бұрыс жасадық деген сияқты. Мысалы, құрылысты жасаған кезде қате жерлері бар. Оны жаңағы тәжірибе деп қабылдау керек. Бұл жерде жасалған конструкциялардың тұрақтылығын тексеру, жаңағыдай көпірдің астына қоятын бағанасы мықты болу керек деген сияқты. Құрылысты да үйді салғанда оның фундаменті жаңағыдай мықты болу керек, үй құлап қалмас үшін. Сондықтан жаңағы балалар жасағанда кейде конструкторларға құлап қалып жатады, құрастырған жұмыстары. Сол құламау үшін қандай мықты болу үшін қай жерде ескеру керек, нені жасау керек деген сияқты осындай бағыттарды береді. Яғни жасалған жұмыс жасар алдында бағыт береді тәрбиеші. Одан кейін жасалған жұмысты қорытындылайды. Қалай жасады, нені қолданды, бұл дұрыс жасалды ма? Дұрыс жасалу үшін
қандай әрекет жасау керек еді, қандай құралды қолдану керек еді деген сияқты жасалған жұмысқа қорытынды жүргізу керек. Яғни қатемен жұмыс жасайды. Одан кейін осы балалардың жасалған жұмыстарын қорытындылай отыра, жылдың соңында әрбір жаңағы сіздер мониторинг және бағалау критерийлерін жасайсыздар. Үлгілік оқу бағдарламасының мазмұнын құрастыру бойынша меңгерген кезде сіздер балалардың дағды деңгейлерін, даму деңгейлерін бағалайсыздар. Сонда балаға нені үйрету керек? Бұл мектепалды топ балалар. Яғни бұл жерде сызбаны, схеманы балалар оқи алу керек, қабілеті. Берілген схемада не көрсетіліп тұр, соны бала дұрыс түсіне алу керек, оқи алу керек. Одан кейін жаңа мектепалды тобындағы балалар айттық, ұсақ бөлшектермен жұмыс жасайық дедік, жаңағыдай мозаикалармен, конструкторлармен. Бұл жерде бөлшектерді біріктіру техникасы дағдылары дамиды балалардың. Осыны ескеру керек, балалар бөлшектерді бір-біріне кигізген кезде дұрыс кигізді ме? Жаңағыдай техникалық дағдыларын дамуын бақылаймыз. Одан кейін бала өзінің жасаған жұмысын презентациялай алу керек. Жаңағы не салды, не үшін салды, оның аты қалай аталады деген сияқты жасаған жұмысын бала, яғни бір сөзбен айтқанда, қорғап айта білу керек. Одан кейін балалар мектепалды тобында, ересек тобында балалар командалық жұмыспен жасайды, бірге бірлесіп. Балалардың ішінде болады, көшбасшы балалар болады, бәрін басқарып отыратын. Сен мынаны жасайсың, сен мынаны жасайсың деген сияқты рөлдерді бөліп. Бұл жерде көшбасшы балалар сондай жасап жатқан жұмыстарды басқарып тұрады. Оның қасында қалған балалар жаңағы орындаушы балалар болады. Бірақ олар тағда балалардың ішінде идея генератор болады, яғни өз идеяларын айтса, жасап жатқан кезде командалық жұмыста. Мына жерді былай жасасақ қалай болады, былай жасау керек деген сияқты өздерінің ойларын айта біледі. Осы бағытты да балалардың дағдысын бағалаймыз мониторинг арқылы. Осы критерийлерді қолданамыз. Балалардың құрастыру дағдыларын, даму деңгейін анықтаған кезде осы бағалау критерийлері арқылы баланың дағдысын анықтаймыз. Енді қорыта айта келетін болсақ, құрастыру бұл болашақ инженерлер мен архитекторлардың алғашқы мектебі. Біздің міндетіміз баланы тек жинауға емес, жасауға емес, және ойлап табуға үйрету. Яғни мектепалды тобындағы балалар, жалпы балабақшадағы балаларды құрастыру дағдыларын дамыта отырып, біз болашақ инженерлерді дайындаймыз екен, болашақ архитекторларды дайындаймыз. Бұл құрастыру балалардың ең алғашқы мектебі. Бұл жерде біз балаға жаңағы осы құрастыруларды тек қана құрастырып жинап қоюды ғана емес, оны жасауға және сосын ойлап табуға үйретеміз. Бір сөзбен айтқанда, ол біздің балаларымыздың болашағы бірінші баспалдағы балабақшада осындай жаңағыдай дағдыларын дамытамыз құрастырудан. Яғни ең алғашқы дағдылары осы балабақшада дамиды. Назарларыңызға рахмет. Әдістемелік бойынша бүгінгі сіздерге айтайын дегенім осы.